Достар, бүгін біз хит болып жатқан пирог на сковороде дегенді пісіріп көріп жатырық. Инстаграм, тиктокты бәрін ашқанда осы пирог. Ол үшін біз сковородканы алып, оған бірінші жұмыртқамызды салдық. Одан 150 мл сүт құйдық. Сонымен құмшекерімізді салдық. Бұл заттардың бәрі комнатный температурада тұру керек. Одан кейін 60 грамм пісте майымызды құйдық. Одан кейін жаңағы разрыхитель, ұнымызды салдық, ваниль салдық и сонымен бірге жаңағы какао салдық. Бұл өте асты жабыспайды, бірақ аз ғана отта пісірген жөн. Өйткені қатты отқа қойсаңыздар асты бірден күйіп кетуі мүмкін. Мына жерде какаоымызды салып атырық. Мен 3 қасық какао, 1 қасық разрыхитель, 1 қасық ваниль салдым. Бәрін салып араластыратын венчикпен осы сковородкада өзін сразу араластырасыз. Яғни сковородкада араластырған кезде ол астына жабыспайды және біркелкі болып шығады. Сковородкада араластырып 20 минут жай пәстеу тоқта пісіресіз. Мынау бізде дайын болған смес. Осылай 20 минут пісіреміз. 20 минуттан кейін 4 или 6 бөлікке бөліп салмасын құямыз. Ол салмасына сүт, какао, құмшекер қосып мен алдын ала дайындап қойғам. Мен сүт, какао, құмшекер қосып дайындап үстіне құйып қоясыз да кешкі шайға немесе түскі шайға өте дамды таптырмас пирог болып шығады. Ас болсын.